10 жылдан аса уақыт жырақта жүрген Динара көптің көзінен қысылады. Қарулы қақтығыстың ортасынан елге аман оралған ол әбден қажыған. Динара Сириядағы сойқанға қатысқан үшін 12 жылға сотталған Аманжол Жансенгіровтің жұбайы. Олардың махаббат хикаясы шытырман оқиғаға толы. Олар бас қалада танысты, табысты. Отағасы аудандық әкімшілікте жұмыс істеді. Кейін жалақысы аз деп діни тауарлардың саудасына кетті. Бұл уақытта Динара бала тәрбиесімен үйде отырды. Ортасы өзгергенде Аманжол тәкпіршіл топтың торына түседі. Қарулы джихад жасауға шақырғандардың соңынан ереді. Келіншегінде сыртқа сүйрелеп, ақырет азабымен қорқытады. 23 жасында едім. Біз негізінде мен заграничный паспорт алған кезде маған қажылыққа барамыз деді. Мен алып кетті Турцияға жаңағы. Қажылыққа барамыз деді. Сосын уже Турцияда айтты да. Сол кезде мен қарсы болдым. Турциядан неге ғой? Иранға. Ираннан Ауғанстанға. Ауғанстанның Вазиристан аймағында олар Талибан содырларының қатарын толықтырды. Қан сасыған далада өмір сүрді. Аш құрсақ, медициналық қызметке зәру болса да, радикалды идеяның шырмауынан шыға алмады. Аманжол сол жерде әскери дайындықтан өтті. Талибан халықаралық террорлық тобының құрамында болғанын біле тұра қолдадыңыз ба? Соғыс жері ғой ол. Мысалға, жау кеп қалса соғысу керек деген сияқты. Самооборона ретінде солай үйрену керек деді. Ол жақта ашаршылық көрдім, қорқыныш көрдік. Жаңағыдай адамдар бір-бірінің жаңағыдай жақындарын жоғалтқанын көрдік. Анандай жерлерге түсіп жатады бомбалар. Уже қайда кірерін білмейсің. Қорқыныштан. Әлбетте ол қорқам. Өйткені менің қорқатын нәрсем бар да. Менің 6 бала шағам бар. Олардың болашағын дер кезінде ойламадым. Кеш түсіндім өзім қателігімді. Кеш түсінген үшін өкінем де. Және де олардың болашағы үшін қорқам, бала шағамның. 2013 жылы Жансенгіровтердің жолы болып, ауған жерінен аман шығады. Бірақ олар елге оралмайды. Стамбул арқылы Шам жеріне өтеді. Сол жылдары қару асынған Аманжолдың құқық қорғау органдарына сес көрсетіп, өзгелерді қарулы жихадқа шақырған бейне үндеуі де тарады. Өзін халифат сарбазы деп батыл сөйлеген ол, қазір Қарағанды облысындағы қапаста жаздым, жаңылдым деп өкініштен егіліп отыр. Жаным серігім, аяулы балаларымның анасы, тағы да сені сағынып хат жазып отырмын. Мені кешірші саған істеген зұлымдық пен қиянаттарым үшін. Сен мені кешіргенмен, мен өзімді кешіре алмай. Сенің нәзік жүрегіңе пышақ тыққаным үшін кешірім жоқ. Сенде адамды жаралағаным үшін әркез өзімді кінәлаймын. Аманжолдың абақтыға ұзақ мерзімге жолдама алып кеткеніне 1 жылдан асты. Бірақ Динара жолдасымен әлі кездеспепті. Жақын арада кездесе де алмайды. Ерлі зайыптылардың арасында 6 бала болғанмен заңды неке жоқ. Бақытыңды және жолдасыңды тасыған. Бұл үлкен бақыт мен үшін балаларыма берген азаматтығы. Өзіміздің қазақ халқымыздың ұлттық тарихымызды, менталитетімізді, мәдениетімізді, салт дәстүрімізді білмеуінде біріншіден. Екіншіден отбасы құндылықтарының дұрыс насихатталмауында. Үшіншіден діни сауатсыздығында, діни таяздығы оларға жаңағы экстремистік ұйымдардың жетегінде кетуге мүмкіндік жасап беріп отыр. Шам жерінен оралған Жансенгіровтер азғындықты, зұлымдықты көрді.
азған, тозған. Қазір олардың жалғыз тілегі Абдуллах, Абдуррахман, Мансура, Насиба, Асма, Софияның жадынан соғысты өшіру. Бірақ ойын баласының ойында қандай ой барын ешкім білмейді.